Қарым-қатынассыз ақиқаттан бас тартады. Міне біздің Құдаймен қарым-қатынасымызға қатысты 4 дерек. Нөмірі 1. Ол бізді шартсыз қабылдайды. Нөмірі 2. Ол бізді құрбандық ететін сүйіспеншілікпен сүйеді. Нөмірі 3. Ол бізді түсінеді. Нөмірі 4. Ол әрдайым қасымызда, бізбен тілдесуге дайын. Мұны білу неліктен маңызды? Міне мына себептен. Киелі кітап бізге Құдайдың сүйетін жүрегін ашып көрсетеді. Ол бізбен дұрыс қарым-қатынаста болғысы келеді. Біздің басқалармен дұрыс қарым-қатынаста бола алуымыз үшін мәсіхшілік бұл қарым-қатынас негізіндегі ақиқат. Мысырдан көшіп шығу кітабының 34 тарауында 14 аят Құдай былай деді: себебі мен сенімен қарым-қатынасыма бар ынтаммен еліккен Құдаймын. Бұл заманауи аударма, ал сіздердің аудармаларыңызда Құдайдың бір атағы қызғаныш деп жазылған. Қызғаныш сөзінің мағынасы қарым-қатынасқа бар ынтамен еліккен дегенді білдіреді. Сонымен бұл жерде Құдай бізбен қарым-қатынасқа еліккен деп айтылып тұр. Алайда оны біздің басқалармен қарым-қатынасымыз да қызықтырады. Біз ақиқатты тануға қатысты, оны уағыздап, адамдарға қалай жеткізу керек екендігі жайындағы семинарларға жиі барамыз. Бірақ қарым-қатынасқа қатысты семинарларға немесе сабақтарға қаншалықты жиі барамыз? Басқаларға деген қандай көзқарастамыз? Бұл біздің бөліскіміз келетін ақиқатты түсінуімізбен бірдей маңызды. Тағы ескере кетейін, мәсіхшілік бұл тек қана ақиқат емес. Бірақ тек қана қарым-қатынас емес. Бұл қарым-қатынас негізіндегі ақиқат. Еремия пайғамбардың кітабында 31 тарау 3 аят Құдай былай дейді: саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік, берік мейіріммен сені өзіме баурап келем. Құдай бізді өзіне сүйіспеншілігімен баурап алды, және ол біздің де басқаларды осылай сүйіспеншілікпен, мейіріммен, жақсылығымызбен оған алып келгенімізді қалайды.